Қымбаттым, сенен өтінемін, осы идеяны жүзеге асыруға рұқсат берші. Көріп тұрсың ба, жақсырақ болады. Жас қыз, отель иесінің әйелі, оны бизнес басқаруға қатысуға көндіруге тырысып жүрді, өйткені ол өзін бастық ретінде сынап көргісі келді. Дәл сол әйел күйеуіне қонақ үйдің барлық қызметкерлерін жаңартуды, олардың өнімділігін арттыру және тарапынан болатын барлық ықтимал теріс қылықтарды болдырмау үшін жаңа адамдарды жұмысқа алуды. Бірақ жасы үлкен, өмірді көп көрген ер адам мұндай шешім қабылдауға асықпады, тіпті ешкімді жұмыстан шығарғысы келмеді, өйткені ескі қызметкерлер өз жұмысын өте жақсы білетінін, өз жұмысына үйреніп қалғанын түсінді, ал жаңа адамдар қателіктер жіберуі мүмкін. Сондықтан да жақсы жұмыс істеп тұрғанды бұзбаған дұрыс. Олар небәрі 2 ай бұрын үйленген болатын, ал оның жас әйелі тынбай қойды. Күйеуінің үнсіздігін көре тұра, ол оған қысым жасауын жалғастырды. Түсінші, деді әйел жұмсақ дауыспен, бұл адамдар бір-бірімен тым жақсы араласып кеткен. Ал сен білесің, бір-біріне үйреніп қалған адамдар түрлі күмәнді істерге баруы мүмкін. Қанды жаңарту керек, сонда істер жақсырақ болады. Қымбаттым, ашығын айтайын, сен отельді басқару процесіне араласып, өзіңді маңызды сезінгің келеді. Мен мұны жақсы көріп тұрмын, бірақ бұл оңай шаруа емес. Оның үстіне, адамдарды тым ұзақ жұмыс істеген үшін жұмыстан шығару қалай болады? Бұл жақсы идея емес. Басқа нәрсе туралы ойлан. Ия, Думан, сенікі рас, деді әйел сенімді түрде. Мен бұл бизнеске белсенді қатысқым келеді. Мен сенің толық құқықты іскер серіктесің болғым келеді. Жастығыма және тәжірибемнің жоқтығына қарамастан, мұндай істермен айналыса алатынымды саған дәлелдегім келеді. Сонда күйеуі күлімсіреп, әйелінің назарын өз сөзіне аудару үшін жоғары қарай сұқ саусағын көтерді. Мұны бірте-бірте қарапайым нәрселерден бастау керек, мысалы, бухгалтериядан. Ұрлық жасайма, деп әйел ашуланып айқайлады. Олар ұзақ уақыт бірге жұмыс істеген үшін ғана олар ұрлық жасайды деп қайдан шығардың? Ия, мен оны олардың көзінен көріп тұрмын деймін, олардың бәрінің көздері алақтап тұр. Ал мұндай тек бірдеңені жасыратын, бір жамандықты бүгетін адамдарда болады. Мен мұны сезіп тұрмын. Ер адам күлімсіреп үндемеді. Оған өз дәлелдері ретінде тек субъективті түсініктерді келтіретін жас әйелмен сөз таластыру қиын болды. Мұндай маңызды істе әйелінің сезіміне арқа сүйеу оның тарапынан жауапсыздық болар еді, сондықтан ол әйеліне өз күдіктерін дәлелдеуге және оның детектив рөлін қалай ойнайтынын бақылауға мүмкіндік беруді шешті. Ақыр соңында соңғы сөз бәрібір өзінде қалатын еді. Жарайды, давай былай істейік, деді күйеуі барлық осы даулардан шаршап. Егер сен менің отелімдегі ұрлықтың сенімді дәлелдерін тапсаң, мен сені қалағаныңдай толық құқықты серіктесім етемін. Біреуді ұстап алсаң, сенің расыңды дәлелдесең, біз ол адамдарды дереу жұмыстан шығарамыз. Ал жай ғана дәлелсіз айыптау дұрыс емес. Сенің қарамағында осы жердің барлық әкімшілік мүмкіндіктері бар. Әрекет ет және екінші рет маған айыптаулар мен тек қолыңда нақты дәлелдер болғанда кел. Келістік, деп қуанып жауап берді әйел. Көресің, менің расымда. Мен бұл қызметкерлердің бәрін жақсы білемін, тәжірибе жүзінде оларға бірдеңе ұрлауға мүмкіндік берсең болғаны дәлелді саған ұсынамын. Тек күте тұр. Әйел ұрыларды аулауға кірісті. Ол отельдің әрбір қызметкерінен ұры көрді, бірақ ұрыларды ұстау тәжірибесі мүлдем жоқ еді. Ол не істеу керектігін де білмеді. Әркімді үнемі тінту тек отельдің жұмысын бұзатын еді. Сөйтіп адамдарды ұрлыққа айыптау ұрлықты дәлелдеуден әлдеқайда оңай болып шықты. Оның күйеуі, отель иесіне келер болсақ, ол тәжірибелі, ересек адам ретінде адамдардың күнәсіз емес екенін, ұрлықтың барлық жерде болатынын түсінді.
Бірақ бұл қалыпты жағдай, елеусіз мәселе. Тіпті мәселе де емес. Осы үшін жұмыстан шығару ақылсыздық. Ұсақ ұрлықтан келетін шығын жас, тәжірибесіз, көп қателесетін, әлі тіл табысып үлгермеген жұмысшылардың төмен өнімділігімен салыстыруға да келмейді. Оның үстіне, олар да ұрлық жасайтын болады. Адамның табиғаты солай. Сондықтан да идеалды жағдайлар болмайды, ал барлық ықтимал жамандықтардың ішінен ең кішісін таңдаған ақылдылық. Ол солай істеді де. Бірақ оның әйелі тынбай қойды. Бірінші күндерден бастап ол бәрін белсенді түрде бақылай бастады. Бұл кейде өте күлкілі көрінді, өйткені ол отельдің әрбір қызметкерінің соңынан қалмай жүріп, олардың не істеп жатқанын көруге тырысты. Бұл нәтиже бермеген соң, ол қосалқы бөлмеге, атап айтқанда, күзетшілер бөлмесіне барып, бейне бақылау камералары арқылы барлық қызметкерлерді бақылауды ойластырды. Күзетшілер бұл жас әйелдің белсенділігіне біраз таңғалды. Тәжірибесіз, қажетті білімі жоқ ол мониторлардан олардың көзі үйреніп қалғанды қалай көре алады. Дегенмен олар бастығының әйелінің ойдан шығарылған ұрыларды ұстауына мүлдем кедергі келтірмеді. Егер иесі оған мұны істеуге рұқсат берсе, онда ол мониторлардың алдында отыра берсін. Ол ұзақ уақыт бойы камераларды бақылауға мәжбүр болды, камералар ерекше ештеңе көрсетпеді. Адамдар жұмыс істеді, өз істерін жасады. Еш жерде еш нәрсені ұрлаған жоқ, бұл ұрлық деп атауға келерліктей ештеңе байқалмады. Бірақ бір күні әйел отельдің ең алғашқы күннен бері жұмыс істейтін егде жастағы еден жуушы әйелге назар аударды. Ал бұл аз уақыт емес, шамамен 12 жыл еді. Міне, сонда оның айыптауларын қандай да бір маңызды нәрсемен дәлелдеуге мүмкіндік берген ғажайып болды деуге болады. Міне, деп айқайлады әйел мониторға тесіле қарап. Оның жанында ұйықтап қалған күзетші оның неге назар аударғысы келгенін түсінбеді. Ана әйелге қараңызшы, деді иесінің әйелі толқынып, саусағымен мониторды нұсқап. Оған не болды? Деп күмәнданып сұрады күзетші. Сіз көрмейсіз бе? Деді әйел қанағаттанбаған кейіппен өзінің көзқарасы бойынша өз міндеттерін тиісті түрде орындамаған егде жастағы ер адамға қарап. Иә, сөмкесі үлкен, деп растады күзетші, әлі оның неге меңзеп тұрғанын түсінбей. Оны қалай көтеріп бара жатқанын көріп тұрсыз ба? Оған анық ауыр. Ол оған соншалықты иіліп тұру үшін не салды екен? Дәл тап. Міне, ұры. Отельдің мүлкін күндіз түні ұрлап жатыр. Оның үстіне соншалықты көп мөлшерде алып кету қиынға соғады. Деп ол қуаныштан айқайлап күйеуінің кабинетіне жүгірді. Күзетші тек оның артынан қарап, мұңайып креслоға сүйеніп, жеткіліксіз қырағылығы үшін жұмысынан айырылып қалмау туралы ойлады. Шынымен де ол ұрыны жіберіп алды ма? Мен оны ұстадым. Деп қуанып айқайлаған әйел күйеуінің кабинетіне кіріп келді. Ол сол кезде бухгалтерлік есептерді тексеріп отырған болатын. Кімді ұстадың, қымбаттым? Деді ол қағаздардан көзін қимай, мазасыз әйеліне. Ұрыны ұстадым. Деп жауап берді әйел. Оның үстіне қандай? Ол жұмыстан толы сөмкемен кетіп бара жатыр. Менің ойымша ескі жазбаларды да қарау керек. Өкініштісі, мен бұған бірден кіріспедім. Ол кім екен? Деп сұрады күйеуі. Ой, білмеймін. Бір егде жастағы әйел, еден жуушы. Аты қалай еді, білмеймін. Сәуле Маратқызы ма, ол осында бүкіл өмірін, отель ашылғаннан бері жұмыс істейді. Оның ұрлық жасап жүргеніне сенімдісің бе? Әрине, сенімдімін. Саған дәлелім бар деймін ғой. Жарайды, өзің қара. Жүр, күзетшілер бөлмесіне барайық, мен саған жазбаны көрсетейін, сонда өзің көз жеткізесің. Күйеуі еріксіз тұрып қағаздарын шетке қойып көзілдірігін шешіп көзін уқалап. Жарайды, жүр, не болып жатқанын көрейік, деді. Мен Сәуле Маратқызын өз анамдай білемін, барлығының түсіндірмесі бар. Міне, көреміз, деді жас әйел күйеуінің қолынан ұстап, өзінің жұмыс нәтижесін тезірек көрсеткісі келіп. Қосалқы бөлмеге түсіп күзетшілер бөлмесіне кірген отель иесі көп жылдан бері танитын күзетшімен амандасты. Содан кейін әйеліне еден жуушының мінез құлқында оған күдікті болып көрінген барлық нәрсені көрсетуді ұсынды.
Күзетші бейне бақылау жазбасын кері айналдырды, ал әйел қайтадан саусағымен мониторды нұсқап, күйеуіне сенімді түрде: «Міне, қараңыз, қандай ауыр сөмкені сүйреп келеді. Көріп тұрсыз ба, оған қаншалықты қиын, демек сөмке өте ауыр», деді. Ал оның ішінде қонақ үйдің еден жуушысы жұмыстан үйге не алып кетуі мүмкін? «Хымы қызық», деді күйеуі ешқандай ындасыз. «Сұңғат, маған оның таңертең жұмысқа келген жазбасын көрсетші, қалай келетінін көрейік». Күзетші жазбаны таңертеңге қайтарып, ер адамға әлгі әйелді көрсетті. «Міне, ол таңертеңде осындай сөмкемен келген, оған да оңай емес екені көрініп тұр», деді отель иесі әйеліне. «Мұнда бірдеңе бар, бірақ не екені әзірге белгісіз». «Ой, мен оның не әкелетінін білмеймін», деп жауап берді әйелі, «бірақ ол осы жерден не алып кететіні маңыздырақ емес пе? Ол заттарды ұрлауы мүмкін ғой». Күйеуі басын шайқады, содан кейін күзетшіге қарап, оның пікірін сұрады. «Сұңғат, сен қалай ойлайсың, бұл сөмкеде не болуы мүмкін?» «Білмеймін», деп иығын қимылдатып жауап берді ол. «Мүмкін шынымен де заттар шығар. Бірақ ол кір жууға, тазалауға алып кеткен шығар, ол бәрібір еден жуушы ғой, тәртіпті қадағалауы керек қой». «Бұл бос сөз», деп қайтадан айқайлады әйел. «Барлық кірді де, жууды да осында істеуге болады, сөмкеде анық қонақ үйдің мүлкі бар. Оны міндетті түрде тінту керек және қылмыс үстінде ұстап алу керек, содан кейін жұмыстан шығару керек». Ер адам күзетшімен көз қиыстырып, жас әйелдің мұндай дөрекі мәлімдемелеріне жауап бермеуге тырысты. Содан кейін күйеуі әйеліне бұрылып: «Оны тағы бірнеше күн бақыла, жарайды ма? Егер бұл оқиға қайталанса, біз оны қылмыс үстінде ұстаймыз. Ол осындай сөмкемен қаншалықты жиі кететінін көру керек». «Жарайды», деп келісті әйелі, «бірақ оны тезірек қылмыс үстінде ұстаған жақсы. Әйтпесе, ол бүкіл отельді талқандап, бізге үлкен зиян келтіреді». «Талқандамайды», деп күлімсіреп жауап берді күйеуі. «Мен оны жақсы білемін, бірақ тексеріп көреміз». «Міндетті түрде тексереміз. Сен оларға тым бауыр басып кеткенсің», деп наразылық білдірді әйелі. «Тым мейірімдісің, ал олар сенің мейірімділігіңді пайдаланып жүр. Біздің бизнесімізді құртады». «Қайта басталды», деп ойлады күйеуі және үндемей кабинетіне беттеді. Келесі күні оқиға қайталанды. Еден жуушы әйел қайтадан жұмысқа келді және жұмыстан қолында үлкен сөмкемен кетті. Бейнежазбаға қарағанда сөмке өте ауыр болмаса да жеңіл емес еді. Бұл қайтадан басталды, деп ойлады күйеуі. Келесі күні ол жұмыстан кететін кезде бұл оқиға оған әбден жалықтырды. Әйелі қонақ үй қызметкерлеріне қатысты шағымдарымен тыным бермеді, сондықтан ол бәрін өзі үшін анықтап, бұл мәселеге нүкте қоюды шешті. Еден жуушының жұмыс ауысымы аяқталып, ол үйіне кетуге жиналғаннан кейін, ол қайтадан өте үлкен және ауыр сөмкемен кетіп бара жатты. Ер адам оған батыл жақындап: «Сәуле Маратқызы, мен сізді осы қонақ үйдегі жұмысыңыздың бірінші күнінен бастап білемін, және сізді ұрлыққа айыптауға тура келеді деп ешқашан ойламаппын», деді. Әйел не жауап берерін білмей абдырап қалды. Жұмысынан айырылып, өзіне қажет жұмысын жоғалтып аламын деп қорқып жылап жіберді. «Думан Мирасұлы, кешіріңіз мені», деді әйел жылап, «бұл тек бір рет болды. Маған сүт өте қажет болды. Мен бұл бөтелкені ас үйден алдым. Ол бәрібір ашық тұрған. Әйтпесе, сүт ашып кетер еді де, оны тастауға тура келер. Кешіріңіз мені, өтінемін». «Сәуле Маратқызы, мен сіздің қандай сүт туралы айтып тұрғаныңызды білмеймін. Бұл мені мүлдем мазаламайды. Мен қазір сіздің сөмкеңіз туралы айтып тұрмын». «Мен оның үлкен және ауыр екенін көріп тұрмын. Сіз оны күн сайын үйге алып кетесіз. Мен сізден оның ішін көрсетуді сұраймын». Әйел абдырап қалды. Әңгіме оның ас үйдегі ұсақ қылығы туралы емес, қазір болып жатқан жағдай туралы екенін түсінді. Жұмысынан айырылып қалудан қорыққан ол сөмкесін тез ашты. Ер адам оның ішіне қарады, содан кейін таңғалып еден жуушыға қарады, тіл қатпай: «Думан Мирасұлы, кешіріңіз мені, өтінемін, менде басқа амал болмады, мен солай істеуге мәжбүр болдым, түсінесіз бе? Ол менің немерем, мен жарты жыл бұрын ұлымнан айырылдым, содан кейін оның әйелі маған келіп оны берді. Ол ұйықтап жатыр ма?»
деп сұрады ер адам. Иә, ол әрқашан осындай тыныш, ұйықтайды да ұйықтайды. Бастысы, оған уақытында памперс кигізіп, жылы әрі құрғақ болса, ол жыламайды, және маған жұмыс істеуге мүлдем кедергі жасамайды. Сәуле Маратқызының сөмкесінде көрпеге абайлап оралған сәби жатты. Бұл оның қайтыс болған ұлының баласы еді. Баланың анасы оны Сәуле Маратқызына берген. Сөйтіп, Сәуле Маратқызы жұмыс істеу үшін және баланы қарау үшін оны сөмкесіне салып жұмысқа алып жүруге мәжбүр болды, өйткені бір зейнетақымен өзі де толыққанды өмір сүре алмайды, ал баланы асырау тіпті мүмкін емес еді. Анасы оны қалай оңайлықпен тастап кете алды? Деп таңғалып сұрады ер адам ұйықтап жатқан баланы қарап. Ой, сіз ол ханымды көрсеңіз ғой, өзімшіл, тәрбиесіз, тәкаппар. Ол өзі де әлі өспеген, оған ана болу қайда? Ұлым оны әйел және ана ретінде қалай таңдағанына таңғаламын, ол мүлдем жарамайды. Ол сізде қашаннан бері? Міне 2 аптадай болды. Дәл сол уақыттан бері ол маған осы қайғылы ана болып келді. Оны тәрбиелеуге ол көзі шақпайды, қолынан келмейді дейді. Баламен әжесі айналсын, ал мен әлі жаспын, өзім үшін өмір сүргім келеді дейді. Ол сол жастар ай. Біздің заманда мұндай ананы бүкіл ауылға масқара қылар еді, өз баласын тастаған үшін. Иә, деді ер адам ойланып, ал ол, білесіз бе, менің ұлымның көшірмесіндей барлық бет әлпеті соған ұқсайды. Мен оның баласы екеніне бір сәтке де күмәнданбадым, бірақ одан қалай бас тарта аламын? Оның үстіне, ұлым енді жоқ, ал бұл енді менің қаным, туысым. Әрине, менің жасымда балаларды тәрбиелеу қиын. Бірақ не істейін, мен оны қосалқы бөлмеде тамақтандырамын. Ол жер жылы сонда ұйықтап қалады, ал мен бөлдауға. Сіз оны қанша уақыт бойы осылай алып жүруді жоспарлап отырсыз? Мен оған күтуші жалдау үшін ақша жинағым келеді, онымен отыратын адам болсын. Ақша жиналған бойда бірден біреуді жалдаймын, ол мен жұмыста жүргенде оны қарайды. Думан Мирасұлы, кешіріңіз мені, неге бірден бәрін айтпағаным үшін? Мен жұмысымнан айырылып қалудан қорықтым, зейнетақыға шықсам, оны асырай алмаймын, тіпті өзімде тамақтанбасам да. Әрине, қандай зейнетақы болсын деп егде жастағы әйелдің сөзінің дұрыстығын растады қонақ үй иесі. Ер адам бәрін түсінді. Ол көптен бері өз балаларының болуын армандаған, бірақ олар болмады, өйткені оның жас, жеңілтек әйелі балалар туралы ойлағысы да келмеді, оны көбірек мансап қызықтырды. Ал ол баланың қалыпты өмір сүру үшін жақсы жағдайлар қажет екенін түсінді, толыққанды болып өсу үшін. Оның әйелі бастық мансабын армандады, адамдарды басқарғысы келді, ал ол балалы болғысы келді. Сондықтан ол еден жуушының жағдайына оңай түсінді және ұзақ ойланбастан. Жарайды, Сәуле Маратқызы, біз сізбен былай істейміз деді. Мен сізді әрине жұмыстан шығармаймын, демалысқа жіберемін. Уайымдамаңыз, ол ақылы болады. 1,5 жылдай балаңызбен үйде отырасыз, мен сізге осы уақыт бойы жалақыңызды төлеймін. Бірақ бұл ресми болмайды. Немереңізді тыныш өсіріңіз және ештеңеге уайымдамаңыз. 1,5 жылдан кейін жұмысқа шығып, бұрынғыдай жұмыс істейсіз, балаңыз еслі жасына жетеді, оны қарайтын адам табылады. Думан Мирасұлы, рахмет, сізге үлкен рахмет. Деді әйел көзіне жас алып, өзіне ұсынған мұндай мүмкіндікті армандамағандай еді. Ал қонақ үйіне болады, оны кім қарайды? Уайымдамаңыз, уақытша адам табамыз. Жұмыс тәжірибесін алғысы келетін жас қыздар жеткілікті. Әрине, олар шала жұмыс істейді және ұрлық жасайды, бірақ 1,5 жыл қалай дайымыз. Сіз маған сонша жыл адал қызмет еттіңіз, сондықтан мен сіздің қызметіңізден бас тартпаймын. Демалыңыз, балаңызға лайықты күтім жасаңыз, балалар қасиетті нәрсе. Сәуле Маратқызы бастығына тағы да рахмет айтып, сөмкесін абайлап жауып, көтеріп шығуға беттеді. Бастығы оның артынан қарап қуып жетіп сөмкесіне көмектесуді шешті. Сізге оны қайда апарып берейін? Ой, Думан Мирасұлы, сіз не дейсіз? Мен өзім-ақ алып барамын. Маған тек автобус аялдамасына дейін жету керек, ал ол жерден үйге дейін қашық емес. Автобус аялдамасына дейін бе? Сіз не дейсіз, баламен бе? Біздің қоғамдық көлікпен бе? Күте тұрыңыз, мен қазір жүргізушіні шақырамын.
ол сізді үйіңізге жеткізіп салады. Отель иесі өзінің жеке жүргізушісін шақырды. Олар ұйықтап жатқан сәбиі бар сөмкені артқы орындыққа абайлап салып, қауіпсіздік белдігімен бекітті, және жүргізуші екеуі еден жуушыны үйіне алып кетті. 1,5 жылдан кейін әйел қайтадан жұмысқа шығып, өскен баласын балабақшаға берді. Иесі оны қуанышпен қайта қабылдады, ал әйел өз бастығының мейірімділігін есіне алып, бұрынғысынан да ынталы жұмыс істей бастады. Ол басшысының ісін бағалады, сондықтан ол бір кездері ас үйден алған бір бөтелке сүт бұл әйелдің ешкімнен рұқсат сұрамай алған қонақ үйдегі жалғыз заты болды. Ал қонақ үй иесінің әйелі не болды? Оның амбицияларымен не болды? Бұл туралы басқа жол айтып беремін. Егер сізге бұл оқиға ұнаса, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сіз үшін бұл ұсақ түйек, ал арна үшін өте маңызды. Рахмет және кездескенше.